Ертеде сыр бойында Ыбырай деген еңбекқор бала өмір сүріпті. Әкесі оған үнемі ақыл айтып еңбекке көмек беретін. Бір күні Ыбырай егістікке дән сеуіп жүріп, кенеттен шағын сөмке тауып алады. Ол жерден бір алтын дән жарқырап шығып сөйлей бастайды. Мені жерге дұрыс ек, жақсы күт. Сонда мен саған үлкен сыйлық беремін. Ыбырай таң қалып дәнді жерге мұқият егіп күнде су құяды. Күндер өтеді, алтын дәннің егілген жерінде әуелі кішкентай жасыл өскін шығады. Күндер өтір күріш алқабы күн сәулесінде алтын сияқты жарқырайды, құстар ұшып, көбелектер қонады. Ауыл адамдары таңғала жиналып бір-біріне айтады. Сонда Ыбырай мен күн сайын жерге су құйдым, шөп жұлып еңбек еттім. Бұл еңбектің арқасында дейді. Егін күнделікті көркейіп, балалар да алқапта ойнап, қолдарына күріш ұстап күліп жүреді. Бірде алтын дәннің дауысы тағы естіледі. Жарайсын Ыбырай, мен саған сендім, рахмет саған деп сөзін аяқтайды. Содан бастап Ыбырайдың аты алысқа тарайды. Адамдар оны күріш атасы деп атап құрмет тұтады. Оның есімі тек Қазақстанда ғана емес, әлемде де еңбек адамын дәріптейтін аңызға айналды.